Батыс қазақстандықтардың 1 миллиард теңгеден астам несие қарызы кешірілді. Президент жарлығына сәйкес мемлекет банктер мен шағын қаржылық ұйымдардан кепілсіз тұтынушылық несие алған тұрғындардың 300 мың теңге көлеміндегі негізгі борышын өтейді. 5 түрлі санаттағы азаматтарға жасалатын қамқорлық шарттарының бірі несие қарызының жалпы құны биылғы 1 маусымға дейінгі жағдай бойынша 3 миллион теңгеден аспауы тиіс. Мұндағы мақсат қиын жағдайға тап болғандарға жәрдемдесу, оларға өздерінің отбасыларының қаржылық ахуалын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік беру. Осы орайда айту керек, азамат кредитті ақшалай алса да, тұрмыстық техника рәсімдесе де айырмашылық жоқ. Бастысы бекітілген категорияға сәйкес келуі, ол көпбалалы отбасылар, мүгедек бала асырап отырғандар, асыраушысынан айырылғандар, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар және жетімдер. Мұндай мүмкіндікті дер кезінде пайдалана білген Жасана Гүлден Сержанова борышкерлер үшін бұл бір жолғы төлемнің үлкен қолдау екенін айтады. Мен атаулы әлеуметтік көмекке 2019 жылдың наурыз айынан құжаттар жинақтап тапсырдым. 1 сәуірден комиссияның шешімі бойынша тағайындалды атаулы әлеуметтік көмек. Сол сәуірдің 1-нен бастап атаулы әлеуметтік көмек алам. Енді президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 26 маусымда жариялаған жарлығы берешектерді өтеу банктегі сол өте қолдау табылды. Менде бұрыннан 2017 жылдан бастап өзімнің қажеттілігіме байланысты кредит алған болатынмын. Соның президенттің жарлығы 300 мың теңге көлемінде берешегімді жапты. Қазақстан Республикасы президенті жариялаған несиелік рақымшылық қыркүйек айының ортасына дейін жүргізіледі. Ұлттық банк пен Қазақстан Республикасы үкіметінің жоспарына сәйкес барлық борышкерлердің әрбір қарызының 300 мың теңгесі өтеледі. Ұлттық банктың мәліметіне сүйенсек, бір жолғы төлемге қатысты барлық мәселе мемлекет тарапынан жүзеге асырылмақ. Сондай-ақ борышкерлер құжат жинау машақатынан да босатылады. Азаматтардан сұралатыны банк қызметіне жүгініп несиесінің өтелгеніне көз жеткізуі. Қазақстан Республикасы президентінің 2019 жылғы 26 маусымдағы жарлығына сәйкес облыс бойынша 44 мыңнан астам борышкер тіркелсе, олардың қарызының жалпы сомасы 1 миллиард 62 миллион теңгені құрап отыр. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі бүгін ол тізімді қалыптастырып жатыр. Неге десеңіз, ол ұлттық банктың құзыретіне жатпайды. Жалпы қазіргі егерде мына займшылар өз тізімде өз санатқа жататын болса, өз тізімін көрмесе, онда деген мына еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми сайтында жалпы онда айрықша өзінің парақшасы бар. Жалпы мына жеке сәйкестіру нөмірін енгізіп, онда өз мысалы деген деректерін көруге болады жалпы деген. Егерде мысалы деген өзін таба алмаса, өз деректерін таба алмаса, онда деген әрине 111 колл-центрға хабарласып, негізі өз тізім бойынша жалпы жататын жатпайтын оны дәлдеп негізі керек. Алдын ала есеп бойынша миллионнан астам азаматқа қарыздық жүктемені азайтуға мемлекет көмегі көрсетіледі. Сіз өз мәртебеңізді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбек.gov.kz ресми сайтынан тексере аласыз. Гүлжаз Баделова, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.